Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осы антуриум гүлінің неге осындай жағдайға түсті, сол туралы айтатын боламыз. Және де осы антуриум гүлінің тамырын ашып, тамыры қандай екенін көретін боламыз. Және де осы бір гүлді екіге бөліп, екі ыдысқа отырғызатын боламыз. Және де қандай топыраққа отырғызу керек, және де бұның күтімі қандай болу керек, соны айтатын боламыз. Енді менің бұл антуриум гүлім, мынау менің гүлім емес, бұл қызымның әкеліп тастаған гүлі. Бір 5-6 үйінде гүлдерін әкеліп тастаған, маған жаңалап, жақсылап отырғызып бер деп. Енді бұл антуриумның тамырын ашып қарайық. Бұл негізі антуриум қазіргі кезде біздің сүйікті гүлімізге айналды. Антуриум қазіргі өте бір танымал гүлдердің бірі болды. Ол голландиялық гүл болып келеді. Бұл гүлді Голландиядан әкеледі. Енді міне өздеріңіз көрсеңіздер, мен горшогын ауыстырайын деп тұрмын. Кішкене горшокқа отырғызамын. Астында осындай су ағып кететін тесіктер жасадым. Бәрін тесіп, енді қарап отырсақ, ер бақытының гүлінің тамыры жақсы, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бірақ шамалы сәл-пәл ғана тамырлары шіріген екен. Бұл енді оның себебі, бұған суды көп мөлшерде құйылған деп мен ойлаймын. Өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, мына жапырақтарының ұштарының құрғағаны ол суды мөлшерінен көп құйғаннан болады. Одан кейін салқын сквозняк, салқын жел соққаннан болады. Сосын бұл гүл тікелей күннің көзі түссе де, бұл гүлдің жапырақтарын осылай кептіріп қуратып жібереді. Енді бұл гүлдің құмы жаман емес, ішіне барлық қоспалар қосылған. Қазір біз бұл гүлдің тамырларының шіріген жерлерінің бәрін алып тастап, сосын барып бұл гүлді бір 15 минут марганцовкаға салып қоямыз. Сосын арман қарай қалай егу керек, оның бәрін көрсететін боламын. Бұл негізі айтып кеттік, голландиялық гүл. Бұл гүлдің күтімі дұрыс болмаса, ол тез өліп қалады, жапырақтарының бәрі қурап қалады, тамырлары шірейді. Сондықтан да бұл гүлдің тамырын ондай қатты мөлшерінен су құйып балшық қылмау керек. Сосын ауа дұрыс болу керек, ылғалды ауа керек. Сосын жапырақтарына ылғалдап су сеуіп тұруымыз керек. Енді бұл антуриум жарықты жақсы көреді, бірақ тікелей күннің көздің сәулесінен бұның жапырақтарын қорғауымыз керек. Және де бұл антуриумды шығыс, солтүстік, батыс терезелерге қойған дұрыс. Оңтүстік терезеге қоймауымыз керек. Ал қыста бұл гүлге жарық аз болғандықтан бұған қосымша жарық беруге де болады. Бөлмеміздің ауасы бір қалыпты, өте құрғақ болмау керек. Сондықтан да ауа құрғақ болып жатса, бөлме ыстық болып жатса, ол кезде бұл гүлге біз ылғалды ауа жасауымыз керек. Суды табақшасына ағып кеткенше құюымыз керек. Сосын топырағын қатты кептірмей, жартылай кепкен уақытта су құюға болады. Кейбір гүл өсірушілер антуриумды ылғалды жақсы көреді деп су құя береді де тамырын шіртіп алады. Сондықтан да сол су құюға өте мұқият болыңыздар. Мына жерде көріп отырсаңыздар, бұл антуриумды кокосовые чипсы дейді, жаңағыдай таблеткаларға отырғызады. Мынау сыртында шүберек болады, ол тамырының шығуына өте қатты әсер етеді. Сондықтан да біз екінші қайтара отырғызатын уақытта осы отырған таблетканы біз алып тастауымыз керек. Ал бұл жерде бұлар алмай бірден сол таблеткамен отырғыза салған, оның сырты шүберек, көрдіңіздер. Сол шүберектен бұның тамыры жайыла алмай, сол шүберектің ішінде қалып қояды көбінесе. Сосын тамыры дұрыс демала алмай, бұл гүлдің тамырының шіруіне әкеліп соғады. Бұл антуриум гүлі ылғалдықты жақсы көреді, бірақ тамырының емес, ол жапырағының, ауаның ылғалды болғанын жақсы көреді. Сондықтан да су бүріккенде бұл гүлдің гүлі болады ғой, әдемі. Сол гүліне су тиіп кетпеу керек. Егер де гүліне су тиіп кетіп жатырса, ол гүлінің ұштарына қара дақтар пайда болады. Міне енді біз гүліміздің тамырын марганцовкаға салып қойдық. Енді ол тамыры шамалы марганцовкада тұрам дегенше біз горшогын дайындаймыз. Ыдыстың астына осындай қалқы салам мен гүлдерге. Өйткені бұл қалқы қыста гүлдердің тамырын жылы ұстап тұруына көмектеседі. Бұл антуриум гүлін
біз жас гүл болатын болса, оны жылына отырғызуымыз керек. Ал егерде үлкен антуриум болатын болса, оны 2-3 жылда бір рет отырғызуға болады. Қазір енді біз бұл гүлдің топырағын дайындаймыз. Мынау теравита топырақ. Және де бұған ағаш көмірін қосамыз, ағаш қабықтарын араластырамыз. Ол гүлдің тамырының жақсы демалуына, тамырына жақсы ауа өтуіне көмектеседі. Сосын перлит, шамалы вермикулит қосатын боламыз. Міне енді біз өте жеңіл осындай құм жасадық. Бұл құм антуриум гүлінің тамырының жақсы жетілуіне, жақсы ауамен демалуына көмектесетін болады. Бұл антуриумға біз для декоративных лиственных деген сәндік гүлдерге арналған тыңайтқыштар болады. Соны жаз мезгілінде егжетте бір беріп тұрсақ болады. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, тамыры өте жақсы. Тамырын жақсылап жуып алдық. Тамыр жағындағы тұрған қураған жапырақтарын барлығын алып тастадық. Енді біз қазір гүлімізді егетін боламыз. Көрсеңіздер, міне екіге бөлінді гүл. Қазір осы гүлді егеміз енді. Міне енді бір бөлек гүлді өзіне отырғызып берем. Бір бөлегін өзіме отырғызып аламын. Сосын әзірге өзімде тұрады. Шамалы жақсы жетіліп өсіп кеткеннен кейін барып, бұл гүлді өзіне беретін боламын. Өздеріңіз жақсы білесіздер, біз бұл гүлдердің жапырақтарын қиятын уақытта міндетті түрде қайшымызды заластандырып алуымыз керек. Енді бұл гүлдің егер алдында тамырына жақсылап карневин себеміз, ұмытпаңыздар, гүлдеріңіздің тамырына егетін алдында карневин себіңіздер. Бұл карневин гүлдердің тамырларының жақсы жетіліп, тез өсуіне көмектеседі. Енді біз гүлдің тамырын осы ыдысына жақсылап жайып, ыңғайлап саламыз да, одан кейін барып жаймендеп топырағын саламыз. Бұл топырақ гүлдердің тамырларының барлығының арасына өту керек. Сосын су құйғанда бұл өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай жаңағы жасаған топырақтан су топыраққа тұрып қалмай, бірден астындағы ыдысына ағып кететіндей болу керек. Егер де су ыдысынан төмен қарай ағып кетпей, сол құмында қалып қоятын болса, ол кезде ол біздің гүліміздің тамырын шіртіп жібереді. Сондықтан да бұл антуриумның топырағын мұқият, жақсы, жеңіл топырақ жасауымыз керектігін ұмытпаңыздар. Міне енді біз гүлімізді отырғызып болдық. Енді қураған жапырақтарының барлығын алып кесіп тастаймыз. Өйткені ол жапырақтардың керегі жоқ. Ол жапырақтары бәрібір сарғайып, қурап түсіп қалатын болады. Ал енді біз гүлімізге жаңағы сәндік гүлдерге арналған әзірге өсем дегенше сондай тыңайтқыш береміз. Шамалы өскеннен кейін гүл шығару үшін для цветущих растений деген гүл шығаратын тыңайтқышпен тыңайтатын боламыз. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, гүлдерді отырғызғанда, бір жерден бір жерге қойғанда, сатып әкеліп үйге қойғанда, солардың барлығы бұл гүлдерді күйзеліске ұшыратады. Сондықтан да бұл гүлдердің күйзеліске ұшыраған гүлдерге біз міндетті түрде циркон беруіміз керек. Міне біз 1 литр суға 4 тамшы цирконды араластырып алдық. Бұл цирконды суға араластырып алғаннан кейін барып, жақсылап көпіртуіміз керек. Сол кезде бұл цирконның күші артады көпірген сайын. Сосын барып, біз бұл цирконды гүлімізге құйсақ та болады, жапырағына сепсек те болады. Жаңа мен айтып кеткендей, бұл ылғалды топырақты жақсы көргенмен, бұған топырағы кеппей су құюға болмайды. Және де топырағын қатты кептіріп жіберіп барып та су құйсақ, бұл одан да стресс алады. Сөйтіп жапырақтары қурай бастайды, сарғая бастайды. Сондықтан да жартылай топырағы, үстіңгі топырағы бір 5 сантиметрдей, 3 сантиметрдей кепсе, шамалы ылғалдап су құйып қою керек. Міне енді біз гүлімізді егіп болдық. Сіздер де осындай көктем мезгілінде гүлдеріңізге жақсы топырақ жасап, өстіп гүлдеріңізді егіп алсаңыздар болады. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын.